Қарияның өкініші, өмірден алынған, авторы белгісіз. Карантинге жіберді. Қатаң режимді сақтаймыз деген сылтаумен жұртпен таласып тармасып жүріп, соңғы билет қолымызға тиген соң, жатақханадағы жүгімізді жиып, ауылға қарай тарттық. Билет қымбат дегенің бер жағы. Бағасын естігенде төбе шашымыз тік тұрып, жүрегіміз тоқтап қалуға сәлек қалған. Үйдегілерден ақша жеткенше таусылады. Қарызданып, қауғаланып, өмірде хал сұраспаған адамнан қарыз сұрап, тиыннан ақша құрап әлекпіз. Жалпы жағдайымыз мәз емес еді. Неге асықтыңдар дейсіздер ғой? Қаңғыбас ой жетеледі ме? Әлде арманның етегіне жармасып келдік пе қайдам? Қанбазардай қайнаған тіршіліктен әбден мезі болғанда, Тасқаланың тар көшелерінен тарыдай мерім таппағанда, ата-анамыздың құшағын, студентіме деп тығып қойған тәттілерін бастан сипап, арқамыздан қағып, маңдайымыздан сүйіп еркелеткенін сағынамызда тұрамыз. Дес бермей бара жатқан мына індет халықты бүтіндей жұтып жатқанда, біз демалысқа шықсақ жақсы болар еді. Пойызға орын болмай, қайталмай, мына қалада қамалып қалсақ қайтпекпіз, деп сағымдай шұбырған ойлармен алысып жүрміз. Әйтеуір табанымыз тайпақ болып, талай кассалардың табалдырығын тоздырып жүріп, ауылым М станциясына да жеттім-ау. Үйдің жалғыз қызы болғандықтан шығар, мен оқудан оралған күні қос шынарым жиған тергенін шашып, кішігірім той-томалақ жасап жіберуді әлдеқашан әдетке айналдырған. Бұл жолы да солай. Көрші көлем тарасып, ән мен өлең таусылған соң, келгендердің әр қайсының қолына сарқытын ұстатып қайтардық. Күн ұясына батар шақта самаурынды қайнатып, өзіміз шәй ішуге қамданғанбыз. Абырдабыр басылған соң әлденіп алайық деген ой ғой. Кенет бүгіндікке судан шығып қалған жайынның аузындай ашылып жабылып бір тынбаған есіктен иықты келген құс мұрын, сұстылау, бірақ ашаң жүзін аздап әжім басқан кісі кіріп келді. Дастархан басындағы мен аңтарылып бағанадан жиылмаған екі езуімді дереу салмақты кейіпке алмастырдым. Орнымнан тұрып, сәлемімді бергеннен соң, қыз басымен ағаштай қақшиып тұрғаным ұят болар деген оймен ас үйге беттедім. Артынша анам келді. Сөйтсем, әкеммен әңгіме дүкені жарасқан, бір-біріне хал қадірінше құрмет көрсетіп, араласып, құраласып жүрген жора жолдастарының бір ғана емес. Біздің ауылдың малын бағатын, күн шыққаннан қас қарайғанша өрісте күнелтетін шопан екен. Әрі қарай қазбалап сұрамадым да, қысқа қайырған жауапқа қанағат етіп, қайта үстел басына жайғастым. Бұл жолы көзім шопанның басына таңылған дәкеге түсті. Сарғайып кетіпті. Көп уақыт шешілмегенде, тіпті алмастырмаған да сияқты. Не болды екен? Не үшін байлап алған? Дейтін ойлар жүрек жарылыс пен жан күйінішіндей іштей жеп барады. Сұрау дегенді ойыңа далма, Айжан, деп ақылдың көбірі жүректің дүбірін тыйып отыр. Көпшіліктен кейін пайда болған қапырық бөлмеде бізбен бірге терлеп тепшіп, шайдан алып, дәм татып, жүрек жалғап болған соң қайтуға қамдана бастады. Пейілі дархан әкем қонып кет дегеніне қарамастан алғысын айтып шығып барады. Ұйқыға кетер шақта әкеммен сырласып, шер тарқатып, жеңілдеп алатынымыз барды. Кейде тегін ақылын төгіп, алдыма тастап жібергенде, жылдар бойы шешімі табылмаған, тұщы етіме ашы таяқ боп тиіп жүрген мәселелерім өздігінен жоқ болып кететін. Қысқасы, әкем Абайдың зересінен, Абылайдың бұхарынан кем емес еді. Кенет қызығушылықпен бала батылдығым бойымды қайта билеп төстеп, әке, үйге келген шопанды бұрын соңды ауыл адамдардың арасынан аңғармаппын. Қалай келген? Қайдан тап болған? Деген толасы сауалдарды ретімен жаудыра бастауға мәжбүр етті. Сөйтіп, әңгіме шопанға қарай ойысты. Әуелі әкем ауыр күрсініп, қызыл қан жұтқандай қиналып, терең бір дем алғанын аңғардым. Адамның бәрі Алланың алдында бірде екенін қашан түсінер екен. Ағаңның есімі өмір серік. Бірақ есімі сияқты тағдыры да тәтті болғанда ғой. Көрші ауылдан. Алғашында ел балашағасы болған екен. Кейіннен екі жарты бір бүтін бір-бірін түсінісе алмады ма? Жоқ әлде ниет болмады ма? Ажырасып тыныпты. Себебін сұрағанем айтпады. Жоқ, айта алмады. Тамағына тығылған ащы өксік жасырып қалды. Менің де қазбалай беруге арым жібермеді. Біреудің жеке өміріне сұқтанып қайтейін.
Бірақ кейін келіншегінің қайтыс болғанын айтты. Неге екенін ашып та айтпады. Қос перзенті қалада тұрады екен. Келеме, жағдайыңды сұрай ма, сені неге алып кетпейді десем, ондай жылулыққа лайық емеспін деп еңсесін төмен салады. Байлардың қолына билік түссе, басынып, шекесін қысатын әдет емес пе? Арақты судай сіміріп, есінен адасып, әл дәрменінен айырылып жүргенде, бір шіріген байға жалданып мал бағыпты. Кешқұрым өрістен айдап әкелген 4 аяқтының бірі жоқ деп, есі байбалам салған көрінеді. Бұл бейшара хабарсыз, жауапкершіліктің жоқтығынан біреудің тоқпағына тап болып, әбден ұрынып соғылып, жер бауырлап жағдайы кеткенде айдалаға әкеп тастапты. Өлсе өмірем қапсын дегені ме, жоқ шағымданат деп қылмысын жасырған түрме, бұл бейбақтың көзін құртуды ойлаған сияқты. Көрші ауылдан қонақтап келе жатып, жолдан тауып алдым. Шағын ауылдың медпунктінен медбике шақырып, екпе салдырып, емдетіп, артық қылықтарынан арылттым. Осында жұмыс жасағысы келетінін, қателікке бой алдырмайтынын, өлердегі сөзін айтып өтінді. Ауылда жасы келген біздер үшін қандай жұмыс табылады дейсің? Қорадан әрі асып кете алмаймыз. Зейнетке шығатын уақытты сарылып күтуден басқа не қалды? Жылда көбейіп жатыр. Оған дейін алай-бұлай болып кетпесек жарар еді. Сосын мал бағып күн көр. Үйренген жау атыспаққа жақсы. Білетін ісің ғой. Бізден үйден қалаған кезінде қарын тойдырып бал. Бәрібір кемпірім екеуміз ғанамыз. Қызды оқысын деп жібердік дедім. Келісті. Міне солай қалқам. Әке, малы жоғалған бай сонша қатыгездік танытқаны несі? Деп сұрадым. Санасына берсін, жеткен жері сол болғаны да. Ой өрісі, иманы таяз болса, кімге өкпелейсің? Деп тағы бір күрсінді. Іштей патша үкіметінің замандағы бай кедейді басынған уақыт қайта айналып келген бе деп ойлап қоямын. Басына байланған дәкенің сыры да, жыры да енді белгілі болды. Шопан біздің шаңыраққа жиі келетінді шығарды. Алайда ұзын сонар әңгіме жалғап, көп сөзбен көпіріп отырғанын байқаған емеспін. Тұйықтық бар. Сыртынан уәдеге өлердей берік, бір тоқ адамдардың кейпіне ұқсайды. Бірақ анам, адамның аласы ішінде дегенді жиі айтатын. Оқиғаның соңы белгілі болғанмен, қалай басталғаны маған жұмбақ боп қалды. Сөйтсем, жағдай былай екен. Кейіннен өзі айтып берді. Мені мұздан құлатқан, отқа күйдірген, суға батырған бір ғана ұғым болатын. Қызғаныш. Некеден кейін басталған махаббатқа масайрап жүргеніммен, келіншегімді көлденең аттыдан көрінгеннен қызғанатынмын. Қос перзентті тарту етсе де, күндіз-түні көңілім бір көншіген емес. Күдік деген күн өткен сайын көбейді. Таусылмайтын, бітпейтін. Кейде сүйгенімізге ауыр сөз айтып, артық кетіп жатамыз. Сосын жылулыққа салқындық себеміз ғой. Ішкі арпалыстың иғезер салмағы минут сайын іштей улай бастайды. Айтарлықтай себеп жоқ, бірақ көзін көгертіп, көңілін қуратып алдым. Сеніміне селкеу түскен соң менімен ұзақ тұра алмады. Тағы да үйлендім. Бірінші бақ, екінші бақ қарабақ демей ме? Тағы да жақсы жар бұйырмады. Қазір 40 шама улашықта тұрамын. Тұрамын деуге де келмейді, күнелтіп жүрмін. Кеудемдегі моторымның да соңғы уақытта ақауы пайда болды. Қиындық пен қасірет мені аман қойсын ба? Жиі жүрек талмасы ұстап жүр. Емделуге қалтамда көк тиын да жоқ. Тәуекел ебін тауып, есебін тауып, қалаған уақытта мені де алар. Тек тынысым тарылып, демім таусылғанда жанымда ешкім болмайтынын ойласам, өзегім өртенеді. Көнбеске амал бар ма? Ағаш зембілге салып, ақ кебінге орап, жер қойнына тапсырғанда, басымды қарайтып, бір уыс топырақ салатын ұрпағымнан айрылғаныма өкінемін. Атанаң жынды болса байлақпақ демей ме? Екі перзентімнің бірі келіп, басын иығыма қойып, қорғаным бол әке, сүрінбейтін тұяқ болуш меді. Бәрін ұмытып, жаңадан бастаса қайтеді. Немерелерінің қызығын көріп, қылығына тоймай, ортамызда қосыл деп айтар мекен. Іздеп барғымақ келеді. Бірақ қаланың қай түкпірінен табамын. Ақша да жоқ. Адам дегенің болмаса, құр сүлдерім қалып, тірі өлікке айналғаным қашан. Уақытты кері қайтар алсам, қайран, жастығымдағы әр сәттің бағасын білер едім. Әттең, бірақ бұл өмір. Адамның айтқан емес, Алланың айтқаны болары хақ. Тағдыр теперішіне тап болғалы, жаратқанда аузымнан тастамайтын болыппын.
кәлимамды айтып, күнде Алладан тез ғана ана ауылға қиналмай алып кеткенін тілеп жүрмін. Осылай қысқа жауап қайтарғаны есімде. Кешегінің көп қасіретін айта беруге тамағымдағы ащы өксік пен даусындағы діріл мүмкіндік бермеді. Осы әңгімеден кейін көзім емес, жүрегім қоса қанжылады. Қолынан жетектеп, алып шаһардан ұл қызын тауып, қауыштырғым келген. Бірақ мен ол кезде небәрі 18-ге жаңа толған бойжеткен едім. Достар, бүгінгі әңгіме осымен тәмам. Көпшілікке ғибрат боларлық ой айтылды деп ойлаймын. Сіздермен болған әдеттегідей Әсем ТВ арнасының жүргізушісі Әсем Жұмалиева. Келесі кездескенше аман сау болайық. Каналыма кіріп, басқа да әңгімелерді тыңдап қояйық.